Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Amansizlarmi ағайын туысқандар? Міне бүгін 26 маусым тағы да балық аулауға келдім. Келгенде Малайсары ауылының Шөпті көліне келдім. Бұл көлдің аты өзі Шөпті көл, Бабай көл, Дальний деп аталып кеткен. Негізі шын аты Шөпті көл екен. Міне сол жерге келіп, балық ауламақшы болып келіп отырмын. Мынадай жағдайдамын. Сондай міне бүгін тұманды күн, кеше қатты жаңбыр жауған. Содан кейін бүгін тұманды түсіп, міне енді осындай жағдайда болып отырмыз. Міне ауыл көріне бастады. Тұман кішкене сейілді. Әне ауылымыз біздің Малайсары ауылы. Көлігім міне келген. Киімдерімді шешіп жатырмын. Уже сый бастады күн. Бір қармақ салып қойдым. Қазір көрем қандай болатын. Мынау енді жерді дұрыс алмадым ба деп тұрмын. Былайырақ бару керек еді. Былайырақ. Қазір көрем, мүмкін ауыстырам. Мынау өте таяз жерме деп тұрмын. Жарайды, ары қарай балық аулайын. Бір қалыпты қармақты салып қойдым. Отырым қазір. Мынау біздің туып өскен жердің көлі. Көл деп атаймыз, бірақ бұл өзек. Анау оң жағында қазір бұрылыс жасайды, ол шығысқа қарай айналып. Ана жағында Бабай көл деп аталған. Неге десеңіз, бір татар ата болған екен, Шайфуллин деген осында болған. Тұрған ертеректе 50-ші жылдары. Бұл су өте таза болған, ағып атқан су болған. Содан су тасып түгел әлгі әртүрлі о кезде столовый болды, неше түрлі сондай әлгі кісілер тұратын общежитие дейміз. Сондайларға түгеліне су тасыған. Ауруханаға, асханаға деген сияқты әртүрлі мектептерге, сосын конторға түгелі су досынан шетін болған бір кезде. Біздің шешейде марқұм инағашпен келіп, көтеріп осында келіп су алып кететін. Мен бірақ жақындауға қорқатым да, айғай шығарып қалып қоятым да. Білмеймін, кішкене жылжыған сияқты. Жаңа бір нанның жұмсартқан наны алған бізі, соны лақтырып тастадым. Мүмкін түсіп қалар балық. Балық аулауды жалғастырып жатырмын. Бір шабақ ұстап алдым, кішірек. Міне қазір әлгі орысша садок дейді, балық салып қояды. Ішінде кішірек енді. Егерде балықтар түспейтін болса қоя берем. Осындай міне. Кішірек шабақ, ақ шабақ. Малайсарының ақ шабағы.